Баршаңызға сәлем. Бүгін біз жолдасым екеуміз палау жасадық. Ол үшін майды қаттырақ қыздырып аламыз. Содан кейін үстіне етімізді саламыз. Барлығын турап дайындап аласыздар. Жақсылап етті қыздырып болған соң, қуырып болғаннан кейін үстіне пиязды саласыздар. Бір үлкен пияз жетеді. Пиязды да жақсылап қуырып аласыздар. Одан кейін үстіне керекті заттарыңызды өзіңіз қалауыңызша қоса берсеңіз болады. Бұрыш сепсеңіз де болады. Сосын пияз жақсылап қуырылған соң сәбізді қуырамыз үстіне. Сәбізді де жақсылап қуырып аламыз. Әлсірегенше қуырамыз, жақсылап араластырып, 1-15 минуттай қуырамыз. Қуырылып болған соң үстіне суды құямыз. Қайнаған су құйсаңыздар тіптен жақсы. Су қойылған соң біраз 15-20 минуттай қайнап тұрғаны жақсы. Осы кезде үстіне тұзды және де бүтін сарымсақты турап салсаңыздар да, немесе сол күйінде бүтін күйінде салсаңыздар болады. Бір бас сарымсақ жеткілікті. Тұзын көресіздер. Егер аз болса, тағы да қосып өздеріңіз қалауыңызша қосасыздар. Тұзын көбірек қылғандарыңыз тіптен жақсы. Өйткені күріш піскен соң тұздың бәрін сіңіріп алады өзіне. Бетін жауып біраз уақыт қайнатасыздар. Сәбізіміз пісті дегенде үстіне күрішімізді саламыз. Күрішімізді асықпай, жаймен үстіне саласыздар. Араластырмаймыз. Біркелкі етіп барлығын үстіне төгіп салып аласыздар. Так, біз күрішімізді осылай салдық. Енді салып болған соң бетін тегістеп жаймен төсейсіздер. Араластырып тастамаймыз. Араластыруға болмайды. Бетінде піскені жақсы. Сонда еттеріңіз жұмсақ болып астында жақсы піседі. Мен видеода көрсеткендей осылайнан жайып төсеп аласыздар бетін. Жақсылап. Қалауыңызша үстіне содан кейін суды да қойсаңыз болады. Мен кішкене суды қостым. Себебі күрішіміз беті кеуіп кетпеу керек. Бетімен бірдей қылып қосасыздар. Сосын оны қайнатамыз. Жақсылап суы тартылғанша қайнатып алыңыздар. Осылай төсейміз. Жаймен біркелкі етіп жақсылап төсеп аламыз. Бір тегістеп, енді суымыз қайнады біздің күрішіміз. Мінекей көрдіңіздер, тартылды. Бетін тағы бір араластырып, арасын ашып, демдеп қоямыз. 1-25 минутқа демдеп қойыңыздар. Осылай жауып қоясыз. 1 килограмм күрішке 1 ожау сұйық май кетеді. Және де 2-3 сәбіз қоссаңыз, сәбізі көбірек болған тіптен жақсы. Етті осылайнан бөліп турап алғаныңыз дұрыс. Көпке жетеді, аз болсын.